Ассалаумағалейкум, қайырлы күн қадірлі ағайын. Бүгін 6 қазан Астана қаласы берекелі бизнестің сыры кітабының тұсаукесері. Бүгін сағат 2-ден 15 минут кеткенде бұйырса бастаймыз. 2-ден 15 кеткенде халықты жинап, 2:30-да бастамақ ниетіміз бар. Қазір сағат таңертеңгі 9-дың кезі дайындықты пысықтап, бір жүріп қайтайық деп, алдын ала бір шолу жасап қайтайық деп шығып бара жатқан бетіміз. Мінекей. Біз Мангустин кофеханасына келдік. Осы жерде түстен кейін таныстырымнан кейін бизнес-бестің шайы деп ат қойып қойдық. Сондай болады осы жерде. Соны келіп қарап жатырмыз. Дайындықты пысықтап дегендей. Ерлан Әшім кейіпкеріміз өзі соған қатысады. Жас кәсіпкерлер, кәсіпке қызығып жүргендер, өздерін толғандырып жүрген бір сұрақтарын қойып, кәсібінде отқан бір қиындықтарды айтып, сондай бір мастер-класс сияқты, сондай форматта шай өтпекші. Соған келіп қалдық. Бүгін таңнан шығып Қарағандыдан міне Астанаға келдік. Асыл арна теле арнасына сұхбат бердік. Әке мен бала деген тәрбиелік мағынасы, жанұя деген сондай темаларға. Енді Алла жазса, қазір 1-2 сағаттан кейін Арман Әлменбеттің бизнес туралы жазған кітабының тұсаукесеріне барамыз деп отырмыз. Ассалаумағалейкум, қадірлі қауым, құрметті достар. Бүгін бізде кішігірім осындай шарамыз, бір жағынан қуанып отырмыз, көп адам келді екен. Бүгін өте қадірлі ағамыздың хикаясы, қадірлі ағамыздың бизнесі, өмірлік жолы туралы, жетістіктері мен сәтсіздіктері туралы бір жаңа кітап жазылды. Арман Әлменбет деген бауырымыз жазып шыққан. Мұқаба баспаханасы бар өзінің. Қазіргі таңда мына көшбасшылық, жетістік, белсенділік, жаңа өмірлік салт, ана жақта көрмеді мен былай. Жаңа өмір туралы, жаңа қазіргі дағдылар, жаңа машықтар туралы жазып отырған осындай бірнеше кітаптары бар Арманның. Сондықтан осындай хикаялар бізге керек, олар бар, осындай кейіпкерлеріміз, осындай батырларымыз ішімізден шығады, халықтың ішінен соларды білуіміз керек. Бірақ менің негізгі сұрағым сізге, Ерлан аға, бірінші сұрағым, бұл кітапты оқысаңыз, ол кітапта жетістіктер көп айтылған. Ана жерде былай істедік, мына проблема былай шештік, ана былай қырдық, мынаны былай жөдік деген. Қазір Абрахам Вальд деген бір атақты ғалым болған. Сол адамның несін тапсаңыз, ол өзі статистик болған, математик болған. Екінші дүние соғыс кезінде оны қорғаныс министрлігі шақырып, бір мәселені қойды да, біз дейді, мына ұшақтар ұшады ғой, сосын майданнан ұшақтар қайтып келеді. Ана тесіктерді зерттеңіз дейді, тесіктерді атылған жерлерді, ұшақтың. Біз қай жерлерді тесік көп болған жерлерді, сол жерлерді біз құрыштап бекітуіміз керек дегенде. Ол зерттеп айтқан дейді, жоқ. Мынау қайтып келген ұшақтарды зерттемеуіміз керек дейді. Неге десеңіз, бұлар табысты. Біз негізгі қай жерде проблеманы тапқымыз келсе, ол келмей қалған
құлаған ұшақтарды зерттеуіміз керек дейді. Неге десеңіздер, мына қазір көп өте не болып кетті ғой. Бизнес сондай табысты, неше түрлі хикаялар зерттейді, неше түрлі мотивационный коуч группалар келеді, осыда мен мынаны жаздым, мынаны қырдым, мынаны істедім. Бірақ табысты бола алмаған жерлерді және бір жағымсыз жағдайларды ешкім айтпайды. Солай біз бәрі табысты ғана көреміз. Бірақ табыстың негізгі тамыры ол не? Ол қате. Адам қате жасайды, тәжірибе алады, қате жасайды, тәжірибе алады, қате жасайды, тәжірибе алады. Сол қатенің арқасында ол сол тәжірибемен табысты болады. Сондықтан Ерлан аға, менің бір-ақ қана сұрағым бар. Жетістіктерді былай ысырып қойғанда, сіздің қателіктеріңіз немесе табысты болмаған жерлеріңіз болды ма? Арманға мына жерде біраз критикамды айтайын дегенмін. Ана кітапты қарасам, бүкіл жерде красавчик қой. Мынаны былай істедім, мынаны былай істедім, нәтижесі түгел күшті. А мен айтқан әңгімелер қайда ішінде бір косяк жасаған былай қарағанда, солар қайда? Әрекең немесе 4 жыл болды ғой, мен таныспыз. Мүлдем жас болды ғой, менімен танысқан кезде неше жаста болдым? 22 шығуш. Солай, содан бір әсер алып қалған ғой, мен туралы бір қателік жасады деп жазу мүмкін емес деп ойлаған шығар. Қателік болды, әрине. Батып кеткен проектлерім бар, әрине, онсыз қалай. Бірақ ең қызығы, батып кеткен проекттер ең басында емес, әдетте ең басында болады дейді ғой, бизнесті бастаған кезде. Басында менде батып кеткен проект жоқ. Жаңағы 2000 жылға дейін, 2005-ке дейін 93-тен бастадым, батқан проект жоқ. Түгел әдемі үшін. Бірінші батып кеткен проектім, мен сіздерге қазір айтайын, 2010, 40 жасқа келдім. 2008 өтірік 2008. Мен 40-қа келіп қалдым, 38 жастан, дәл 10 жыл бұрын. Неден? Одан кейін анализ жасадым, әрине қателіктерін түзедім. Бір кісімен таныстым. Екінші фирма менде мына тоқ қой. Жарық, тоқ, соның фирмасы. Сол бір пікір айтты. Мен Қытаймен көп байланыстамын, Қытайдың производствосын білемін. Алматылық, үлкен кісі, технарь, инженер, электротехникалық компанияларында көп жұмыс істеген, істепті жүрген сол кезде. Қытаймен байланыстамын, бұлай қандай болса да өндірісті әкелуге болады, неге істеуге болады. А менде бір ой болып жүретін, бір кабельный канал деген бір не болады, өнім болады, мына жерде жоқ екен. Домалақ шланг, былай қарағанда пластиктан жасалған шланг, бүйтіп оралып тұрады кабель сияқты, бірақ ішіне сымдарды, кабельдерді тығасың. Оны шығару түк емес. Бір аппарат, үстіне пластикат жаңағы құясын, немен жерден осы шығып жатады. Енді неге шығару бізге пайдалы, қолайлы, өйткені сырттан әкеліп отырық қой, 1000 километр жерден Россиядан, Қытайдан әкелеміз. Оның ауа, сол себептен жаңағы машина ішіне логистика үшін өте жеңіл нәрсе, көлемді көп алатын нәрсе. Сол себептен өзің шығарып тұрсаң, сырьесын әкеліп, сол кезде өте не болады, пайдалы болады. 100% гарантия оның пайдасы болады дегендей. Мен сол, мен жерде менің жаңағы тәжірибем біраз маған жоқ, көмектескен жоқ, кедергі болды. Мен уже, самоуверенность деген нәрсе пайда болды ғой. Кез келген проектін жасай салам, енді 23 жасында, 25 жасында жасап жүргенде қателік жоқ. Енді қазір 40-қа келгенде қаншама тәжірибем бар. 400-500 адам сол кезде қол астында жұмыс істеп жатыр. Қазір немене ол үшін маған Қытайға бардым, анамен танысым, ана аппаратты көріп, менің көзімше жаңағы шикізатты салдым, мына жерден жаңағы шығып жатыр. Бірден кнопканы басып салды, бітті. Түк емес қой, ертеді, мына жерден шығып жатыр жаңағы өнім. Бітті, болды, аламын. Қанша тұрады? $55,000. Жақсы. Шикізат. Бір вагон бірден аламын. $80,000. Алдым, шикізатты көріп келді. Қытайдан бірден не істедім мен? Сол жерден ұста біреуді. Бір аптаға келесің, командировканың түгелін төлеймін, бітті де бір Қытаймен келісіп кеттім, болды. И мына жерде өзімнің бір нелерімді тапсырып салдым. Инженерларыма. Бітті, мынаны әкеледі, қояды, бүйтіндер, міне аудармашы, міне Қытай, міне шикізат, міне аппарат тұрды. Қытай 3-4 күн бірден істеді, бүйтті, бұдында бірден сайтта кетіп қалды. Біздікілер істемей жатыр. Анау істемейді, үйтеді, бүйтеді. Мен технологиясына, пластиктің технология андайымдайға терең кірмеппін. Бұрын қай проект, қай жоба болса жазсың ғой, бүкіліне бүйтіп қобалжып сөйтіп кіресің ғой, ойбай қателік болмау керек. Мына жерде дұрыстап істеймін, әу бастан әр деталін перфекционист болайын деген ондай ақыл сөздерді үйреніп аласың, неше кітап оқып. Дегендей сөйтіп. Сонымен қателік көріп, сол 38 жасында
$120 000 батып кеттім. Әлі күнге дейін сол аппарат тұр, көрінген бұрыштан ұстады, біресе ана жерге апарып тастайды, біресе ана жерге апарып тастайды. Жаңағы сырьесі көрінген жерде шашылып қалды. Өйткені ондайды істеу үшін бағасы жақсы шығу үшін істеткіздік әрине, бірақ баға дұрыстап шықпайды да. Қазіргі нарықтан гөрі 2 есе шығады. Өйткені оның неше түрлі нелері бар екен, құпиялары бар екен. Жаңағы шикізат дайындаған кезде әр түрін алып, бір химик керек екен, лаборатория керек екен дегенде сонда ғана сенің шикізатың бағасы жақсы болып шығады. Дайын ала салған деген болмайды екен. И ондай линияны қоятын десең, жаңағы біреу емес, минимум 10 қою керек. Сол кезде жаңағы шикізатты уже өзін дайындауға болады. Сондай қателіктер бар. Осы біреуін мен осыны айттым. Енді қандай тұжырым жасадым? Одан кейін 45, 46, 47 жасында қандай проект ашсам да, даже кішкентай бір проект ашсам да, Милхаус деген проекттанда бар, мысалы үшін жаңа кітаптың ішінде вот кейінгі проекттердің бірі. Міне қазір болып жатқан балымызда ол жоқ шығар, өйткені бар ма? Ол кезде балымызда жоқ қой, қалай жазып қойдың сен? Сондай мен басқаша келдім. Хотя одан гөрі арзан, жаңағыдан гөрі $120 000 емес, 50 000, 80 000 сондайдың жобалары, бірақ мен оған өтте бүкіл детальді әр нүктені түгел тексеріп, сырттан шетелден технологты әкеліп, алдын ала түгелін жазып, сөйтіп кірістім. Жаңағы жоғалған $150 000 маған жақсы сабақ болды негізі. Яғни тұжырымдама бизнесте ұсақ түйек нәрсе жоқ деген. Ұсақ түйек деген жоқ. Немқұрайлы қарай салуға болмайды. Бүйтіп алдым, бүйтіп істей саламыз деген жоқ. Детальға кіру керек міндетті түрде. Немесе сондай детальға кіре алатын адамға бөлек жобаға оны бөлу керек. Проект, кстати, оны да үйрендім мен. Проекттің басшысы деп білімді адамды қою керек. Сауда болса сауданы жақсы білетін, машықтанып алған саудаға, өндіріс болса инженер қою керек, технолог қою керек. Сондайды қойып, осы жоба үшін сендер жауаптысыңдар. Тек қана жобаның басшысы сен, көмекшісі сен технолог ретінде деп, сол үшін ғана еңбекақы аласың деп, 1 айға, 3 айға, 6 айға жобаның жаңағы несінен қиындылығынан қарай соны қою керек. Соны да үйрендім. Қазір міне кішкентай ғана цехты жүргізіп жатырмыз. Дәл сол балымыз деген жоба басшысы 8 ай бойы 1 грамм не шығарған жоқпыз, балымызда шығарған жоқпыз. 8 ай бойы 350 000 теңгеден ақша алып отырдым мысалы үшін. Бірақ оны ақтадым. Бұрынғыдай қарай салсам, өзім сатып әкелдім, қойдым, енді қосыңдар істеңдер десем, жаңағы 350 000 теңгені экономдап қалушы едім. 8 ай бойы ол бір талай ақша ғой негізі. Бірақ $150 000 түсін жоғалттым ғой бір кезде. Сондай сабақ беретін сондай бір қателік болды. Әрине. Келесі кітаптың сценарийі бар ма басыңызда? Жоқ. Қандай бағытта кітап шығарғыңыз келеді? Енді келесі кітап деген кезде, бұл жерде жалпы Мұқала баспасының иесі ретінде, баспагер ретінде де бір жоспарымыз бар. Содан кейін өзіміздің автор ретіндегі жазатын тағы екінші жоспарымыз бар. Егер автор ретінде айтатын болсақ, бір тақырыптарды зерттеп жүрміз. Әрине 2019-дың күнделігі бар, енді ол күнделік шығармашылыққа жата ма, жатпай ма білмеймін. Одан бөлек зерттеп жүрген бір негізі қаржылық сауат деген сияқты бір тақырыптарды өзім тәжірибе жасап жүрмін қазір. Егер де өзімнің қолымнан келетін болса, сол нәрсені жазып шығамын. Ал егер қолдан келмейтін болса, енді Құдай сақтасын, өзі істемеген адам жаңағы өзің диванасың, кімге барып пір боласың деген сияқты. Ондайға жете алмайтын болып жатсақ, оны кейінге қалдырамыз жеткенше деген сияқты. Одан бөлек енді былай осы табыс тарихы деп, жетістікке жеткен адамның тарихы деп жаздық қой бұны. Бірінші қазақша success story деген сияқты. Осындай осы сериямен арғай жазатын болсақ, бір кісілер бар енді, қарап жүрміз сыртынан, Марғұлан Сейсенбай деген сияқты. Мысалы, сол кісілерді мен жазғым келеді, мысалы, осы Ерлан ағанікінен кейін. Ал енді жалпы біреулер ойлауы мүмкін, жалпы біреудің жаңа айтқандай бай деген сияқты, бір бай келді, мен осы кітабын жазасың ба десе, ол адамның айтатын әңгімесі бар ма? Ол адам жалпы кәсіпкер деген, қазір миллионер дегендер көп, кәсіпкерміз дейтіндер көп. Не істеп ақша тауып жүр? Тендерден ақша тауып жүр ма? Мұнайдың бір шетін ұстап ақша тауып отыр ма? Біреудің інісі ме, ол біреудің жиені ма деген сияқты. Әйтеуір ақшасы бар екен деп, ол жазып шығуға татымайтын адамдар өте көп. Сондықтан да ол адам егер де шынымен де дүниені бір өзгерткен болса, өзінің қолынан келетін нәрсені бір тетікті бұрап жүрген адам болса,
әркімге мүмкіндік әрқалай береді. Мына кітаптың соңында айттық, сіздер біздің кейіпкерді Стив Джобспен, жаңағы Илон Маскпен салыстырмай ақ қойыңыздар, Генри Фордпен деген сияқты. Өйткені олардың заманы, олардың тұрып жатқан елі, олардың нарығы, олардың кәсіпкерлік тарихы қандай да біздің Қазақстанның бизнес тарихы қандай, біздегі Қазақстанда өндіріске жасалған жағдай қандай деген сияқты. Сол нәрселердің бәрін ескере отырып, және де одан бөлек оның бизнесінде береке бар болса, мысалға жапондардың кайдзен деген сияқты термині бар ғой, сол сияқты біздің осы береке деген терминіміз үлкен әлемдік терминге айналуға лайықты сөз деп ойлаймын. Бизнестегі береке деген, жалпы өмірдегі береке, соның ішінде бизнестегі. Сондай берекесі бар кәсіпкер болса, және де ол сондай бір өзі бір нәрседен бастап үлкен дүниені қопарып тастауға міндетті емес, бірақ өзінің бастаған жерінен қазіргі жеткен жеріне дейінгі жетістік өте үлкен болатын болса, сондай адамды жазуға болады. Ерлан аға, сізге осындай сұрақ. Менің есімім Ернар, менде шағын кәсібім бар өзімнің диджитал маркетинг саласында. Енді кәсіпті енді ашып жатқаннан кейін көптеген проблемалар туындап жатыр, шын айтайын. Енді сізге осындай сұрағым, сіздің өзіңіздің қызметкерлеріңізге қоятын талаптарыңыз қандай? Яғни олар таңдаған кезде қандай қасиеттеріне қарайсыз, қандай қабілеттеріне қарайсыз, оларды қалай бағалайсыз, білімінің деңгейі деген сияқты. Нелерден басқа адамгершілік басқа да қабілеттерін. Істі бастаған кезде саған өзіңнің атың ғана бар, мысалы үшін Ернар деген брендің жоқ, фирмаң жоқ, әдемі офисің жоқ дегенде кім келеді саған? Сол қағылған, соғылған, ешқай жерге керек болмаған, Procter & Gamble'ға алмаған, Coca-Cola'ға алмаған сондай біреу келеді, мәжбүр соны аласың. Әрі қарай түгелі өзінде қалай оны тәрбиелейсің, қалай бұрып аласың. Менде 90-ның соңдары сауда өкілі болып алған адамдардың түрін көрсең бір ғой, Ернар сен бизнес тастап кетіп жүрдің. Қазіргі таңдағы қарағанда қағылған, соғылған, таңертең қалай дейді, легкая небритость и мужской запах. То есть кеш жақын 40 градустың иістері шығып тұратын. Соны түгелін алдық, ешқайда кете алмаймыз. Тәрбиеледік, талай дұрысталғаны бар, өзгергені бар. Әрі қарай келген жастар басқадай көзқараспен сенің құндылықтарыңды сіңіріп, сен өзің тәрбиелейсің, аналарға сөзің өте керек, жаңағы неше түрлі қағылған, соғылғанға түгеліне дегенде. Олар өздерінің ұғымдары бар, бүйтіп қалыптасып қалған бір ұғымдары бар, құндылықтары бар. Маған неше түрлі айтатын сөз болатын бүйтіп. Не, Ерлан, вы так не говорите, что так нельзя на работу. Вот хирурги, когда операцию делают, они даже в этом виде операцию делают лучшие хирурги, еще там операция жасайды, там и ничего, самые лучшие бүйтіп деген. Сондай неше түрлі әңгімелер тыңдағанбыз. Ол кезде сөйтіп алдық. А кейін кезде әрине бренд бар, нәтиже деген аты бар, уже ала салмайсың келгенде, өйткенде клиент келеді, сосын сұрап сөйлескен кезде түгелінде басқа да әңгіме болады. Егер сен одан естісең, баяғыдан мен негізі нәтижеде жұмысқа тұрса ғой деп армандап жүрдім, мүмкін біреуді іздеу керек болды, біреу арқылы шығу керек болды дегендей, сөйтіп ойлап жүрдім дегендей. Сосын көзіне қарап отырасың, жаңағы тілдегі сөзі көзінде тұр ма, шын ба, шынайылық бар ма, жоқ па дегенде соны сезе білу керек. Қазақтың сөзі бар ғой, кітаптың ішінде бар, ым білмеген дым білмейді дегендей. Соның ымын, эмоциялық жаңағы состояниесін түгелін біле отыру керек. Кейін осы міне өткен аптада 2 жас баланы деуге болады, жұмысқа алдым мысалы үшін. Екеуі де биотехнологияны бітірген, біреу Алматыда, біреу Қарағандынікі. Екеуінде жаңағы балмұз деген цехты алды. Балмұз деген цехта не жұмыс істеу керек? Балмұздақты жасау керек. Білімі болған биотехнология өте жақсы, микроб тазалық деген нәрселерді біледі, уже жақсы. Бір технолог деген атымен жоқ, Қазақстан дайындамайды. Сол себепті менде кісі табу деген өте қиын. Сосын сондайлардан әрі қарай үйретіп аламыз. Енді әрі қарай мен өзім ойланамда, жаңағы балмұз деген жерде жұмыс істеу үшін не істеу керек? Ол тамақты пісіру деген нәрсе. Сүтті 120 литрден жерге құяды, кнопкасын басады, ол қайнайды, суиды, үйтеді, неше түрлі, одан кейін алады фризерға салады, сосын одан ол мындай масса болып шығады, бүйтіп одан кейін оны -35-ке салады дегенде. Тамақ пісіру ғой енді олай қарағанда. Мини цех, күніне бір 500 килограмм балмұздақ жасайтын мини цех. Сол себептен жаңағыларға қандай сұрақ қойдым, бөлек-бөлек сөйлестім, ер адаммен де, жаңағы қыз баламен де. Қызға айттым, сен үйде тамақ пісіресің бе дедім. Бала кезімнен жақсы көремін, аға, тамақ пісіріп
қоямын мамама папама тойына пісіріп қоятын, солай жақсы көріп пісіресің сен тамақты, или мама айтты ұрсады деп пісіресің бе, жақсы көріп пісіремін, көзі бүйтіп елең ете түсті бүйтіп жақсы возмущение, жақсы көріп пісіремін, ұнатамын, о жарайды деген сөз. Биотехнология білімі бар, 22-дегі жасы бар, дипломы бар, то есть ол жерде тек қана биотехнология емес, кітап оқыған, эсселер жазған деп оны да ойлайсың әрине, бір ойлану қабілеті деген де бар. Сосын жаңағы үйде тамақ пісіру шаруасы. Ер адамға дәл солай сұрақ қойдым, сен үйде сендерді қалай балам, үй шаруасы істеуге сен қалайсың? Ой, анамызға көмектесіп, бауырымыз екеуміз ғана, қыз жоқ біздің үйде, үй шаруасын пылесос, анау мынау бөлісеміз. Тамақ пісіруге көмектесесің бе? Көмектескен қалай қойсың? Істеп те қоямыз ғой, мамамыз көп жұмыс істейді, мектептің директоры. Бітті, жарайсың. Екеуін жиі қойдым. Енді олардың басшысы, Түркиядан, Англиядан келген қазақ, Хафыз деген мәзмұн жүр. Ана 2 бала бердіңіз, Ерлан аға керемет жұмыс істеп сөйтіп жүр дегендей. Солай, саудаға қабылдасаң, ол қалай сөйлеп отыр, қандай белсенділік көрсетіп сөйлегенде соны да қарай отыру керек. Бірақ кейбір кезінде қарапайым сөйлемей отырғандардан да жақсы саудагер шығады, үндемей жүріп сауда жасайтындар да бар, әртүрлі. Қарау керек енді, әр салаға өз бір мінездемесі бар, соны қарай отыру керек, біле жүру керек та, сол адамның амын. Мен солай түсінемін. Береке деген сөз, енді оны араб тілін этимологиясын зерттемей ақ қояйық. Араб тілін ғанем емес, қазақтың түсінігіндегі береке деген не? Үйдің берекесі не, отбасының не, бизнестің не, жалпы береке деген не, оны қалай келтіруге болады деген сияқты. Берекелі бизнес сыры деген кезде енді біз өте көп еттік, енді ойландық. Берекелі бизнес сыры, берекелі бизнестің сыры деп қоямыз ба? Бірнеше кітаптың аттары болды, варианттар, нұсқалар болды. Берекелі бизнес деп қоямыз ба, берекелі бизнес сыры деп қоямыз ба деп осыны атты таңдағаннан кейін де көп ойландық. Оның алдында неше түрлі аттар болды, 4-5 ат болды. Кітап жазып жатқан кезде бір жағы сол нәрсені ойланып жүрдік ұзақ уақыт. Жаңағы нәтижені қойған кезде Ерлан айтады ғой, нәтиже бірімізге звондаймыз да, нәтиже деп тұрамыз дейді, жаңағы кезек нәтиже. Енді ана атты сіңіру керек қой. Қойып қоймау керек. Сол сияқты берекелі бизнес арасында WhatsApp-пен әртүрлі нұсқалар жазып отырдық. Сосын береке деген нәрсе, енді қазақпыз ғой, қазақтың түсінігінде береке деген бір ұғым бар. Береке деген ұғым жаңағы арабтың сөзінен, қай жақтың сөзінен келселер, бәрібір мүмкін арабтардың береке баракат деген сөз бар шығар. Ол береке біздің береке емес бәрібір. Қазақтың сөзіндегі береке ол мүлде басқа нәрсе бәрібір. Мен бірдей болып шығады деп ойлаймын. Осы жаңағы кітапты оқыған кісілер біледі, бұл кісіні қалай танысқанымызды, жаңағы тек қазақ деген группамыз болған, соны бұл кісі бізге көмектескен, сол жерде жүрген кезде бұл кісінің қасында жүргенбіз деген сияқты. Сол компаниясында бар берекені байқадық қой, сол кезде бір береке бар екенін байқадық. Бір сыйластық бар, адамдардың несінде қуаныш бар, күліп кіріп шығып жүреді, айқайласып жатқан ешкім жоқ, бір-бірін балағаттап жатқан. Бұл кісіні бәрі сыйлайды, бұл кісі аналар да сыйлайды, жұмыстар жүріп жатыр, мысалға ортақ мақсаттары бар. Берекесіз жерлерді көрдік қой, берекесіз жер деген қандай болады мысалға? Берекесіз жер деген көрдік, жұмыс істемесек те басқа жағдайларда тап болдық дегендей, бірін-бірі аңдып отырады адамдар, ауыр кірген кез ана жерге. Бір-бірін жамандайды, ана жерде жүрген адамдардың бәрі бүйтіп жұдырықтарын жұмылып жүреді, бір салып қалатын сияқты мысалға. Өте бір сондай берекесіз жерлер болады, ұрыс-керіс көп болады. Содан кейін адамдардың көңіл күйі дұрыс болмайды ана жерде. Енді бұл жерде береке бар. Енді тағы бір айта кетуге болатын шығар, кім деген жаңағы Джек Уэлч дегеннің, жаңағы General Motors бәленбай жыл басқарған екен, соның бір несі бар екен, тәсілі. Компанияны басқару үшін біріншіден жаңағы клиенттердің көңіл күйіне қарау керек дейді, клиенттердің көңіл күйі, клиенттер риза ма, риза емес па. Екінші, сол клиенттер төлейтін келіп жатқан ақша қанша ақша келіп жатыр. Үшінші, өзіңнің қызметкерлердің көңіл күйіне қарау керек дейді. Қызметкерлердің көңіл күйі жақсы болса, клиенттердің көңіл күйі жақсы болады, клиенттер ақша төлейді да, саған ақша түседі. Ақша түссе, клиенттердің қызметкерлердің көңіл күйі жақсы болады, деген айналып тұрады сөйтіп. Осы жерден біреуі бұзылса, бәрі кетеді дейді. Осы нәрсені Ерлан аға сөйтіп қарайтынын байқағам. Өйткені қызметкерлердің көңіл күйіне өте мән береді. Сөйлескен кезде құшақтасып амандасып отыру деген сияқты. Сосын жаңағы Анталияға жіберіп тұруы, жыл сайын бірнеше жақсы қызметкерлерді, басқа да премиялардың болып жатуы, қызметкерлерге жаңағы жеңілдікпен түскі асты дайындауы, таңертең алып кетіп кешке апарып тастайтын машиналарды шығарып қоюы деген сияқты, жалпы жұмыскерлерге жағдай жасау. Осы нәрседен шыққан нәрсе ана ішіндегі жылылық, компания ішіндегі
сол компанияда жұмыс істеймін деп адамдардың айтып оны аңыз бір жақта әңгімелеп айтып жүр. Мен өзім бір жақ бұл кісімен танысқаннан кейін қоймай қойдым, жұрттың бәрін әңгіме айтып осындай осындай былай бүйтеді деп ше мақтап жүрген жерінде. Сондай менің ғана емес қой ондай адам, сөйтіп жүрген сыртта жүргенде айтып жүрген адамдар өте көп. Сол нәрселерден кейін сол ұғым менің немде қалған санамда. Кейін кітап жазған кезде сол сөз шықты деп ойлаймын. Береке деген сөзді әр қазақ былай деп түсінеді. Егер берекені түсіне алмайтын адам берекесіздік деген сөзді нақты біледі, анық. Берекесіздік деген біледі ғой. Сол берекесіздік емес нәрсе береке енді. Сол берекеден шыққан соны қойдық біз атына, кітаптың атына. Филолог, жазушы, бұл кісі береке деген сөзді түсіндіргеннен кейін маған айтар сөз қалмады, бірақ рұқсат берсеңіздер бір кішігірім бір анекдотпен түсіндіріп көрейін береке деген не екен. Бір қазақ әйел дүкен ашыпты, өзі атын Береке деп қойыпты. Сосын орыс құрылысы көршісі келеді, ол да сол 40-50-дегі әйел. Слушай, подруга, Мадина, вот ты магазин Береке назвала, это что это означает? Как это по-русски? А, сейчас скажу, подруга Маша, это знаешь, Береке, это значит счастье. Нет, подожди, это значит удача. Нет, подожди. Короче, дай мне один день подумать, я переведу, потом тебе скажу. Ертеңгі жаңа құрылыс қайтадан келеді. Ну что, Мадин, подумала? Короче, я всю ночь думала, подруга Маша, не нашла я в русском языке это слово. Короче, нет у вас у русских этого береки. Аты жөнім Азамат Битан. Арман, сұрақ Арманға, авторға. Арман, сен неге бизнес саласына арнадың осы еңбегіңді? Неге сен әлеуметтік желіде бизнес туралы көп жазасың? Неге Амантай Қажы туралы емес? Неге депутаттар туралы емес? Неге әйелдер туралы емес? Неге бизнес? Тек шынымды айтшы. Амантай Қажыны өзің жазасың ғой. Жалпы ұрыс керістің тақырыбы, артында бір шайқас, егес тұрған тақырыптарды Азамат жүреді біздің группаның атынан. Менің тақырыбым, бұған кетіп қалған себебім, осы кісімен кездесетін алдында осы Құдай бір нәрсеге дайындайды ғой. Осыған қатысты бұрын кітап дүкендеріне барғанда көркем әдебиеттерді аралап жүретін. Онда да сол неге қазақша кітаптар аз, неге орысша жоқ деген сияқты. Кейіннен бизнес әдебиет деген нәрсені бір оқып қалдым да аяқ астынан. Соны оқып қалдым да содан кеттім ғой. Бір кітаптан бұл кісі мысалға Стив Джобс деген кітапты алып оқыдым. Сол кезде Айбек деген досым болған, оның ішінде Гандапас деген бір шешендік сөйлеуге байланысты видео кітап жүрген, оны көріп сөйтіп кете беріп. Бұл нәрседе мысалға мен Серікжан Біләш деген кісі шығып жүр ғой, жарқын жеті. Көбісін білетін шығарсыздар, Қытайда жағдайға байланысты өте белсенді саяси тұлғаға айналып кетті. Сол кісі осы қиындықтар басталмай тұрған кезде, енді ол заманның бейбіт кезінде кішкене уақыты бар еді, бір жағы ана айқасқа кірмей тұрған кезінде, сол кісімен мен жақсы араластым, өте жақсы араластым. Соған мен осындай нәрселерді айтқан кезде ол көп оқыған, өте білімді адам, ағылшынша, қытайша. Сол айтады, мен бір күні дейді телевизор алып келдім Қытайдан келген кезде. Бір таныстарым әйтеуір келген сайын мен телевизор сұрайды дейді, телевизор алып келші маған. Соны біреуін әкеліп беремін, екеуін әкеліп беремін, көп әкелдім дейді, кәдімгі тасып кетті дейді келген сайын. Өзі көп жүреді ғой. Соны бір жолы 5 телевизор алып келдім дейді біреулер. Соны олар алмай қалды дейді біреулер. Сосын жарнама бердім, 5 телевизорым өтіп кетті дейді. Сосын ойландым, мен телевизор сатсам қалай болады деп сөйтіп. Сөйтіп әке-шешем айтады, сен осыншама дүниенің оқуын оқыдың, бәленбай жыл оқыдың, осыншама жұмыс істедің, сонда сен телевизор сатайын деп оқыдың ба, сен осының бәрін деп қарсы болды да сол күйі қалдырдым дейді. Сонда мен 5 телевизор сатып осыншама ақша таптым дейді аяқ астынан. 50 телевизор сатсам не болады дейді, 500 телевизор сатсам не болады дейді сол кезде. Сол сияқты содан бүйтіп қорытындылайды. Біздің қазақтың құрып жүрген жеріміз сауда жасаумен құрып жүрміз дейді. Бізге келіп анау келіп сауда жасап жатыр, мынау келіп бизнес жүргізіп жатыр, жаңағы кешегі жолдау айтқан сияқты анау келіп мынаны басқарып жатыр дегендей. Біз қазақ өзіміз содан жіберіп қойдық та, содан айырылып қалдық та, сол нәрсені содан көп ұтылып жүрміз деді. Сол нәрселер әртүрлі нәрселер себепкер болып мен осы түсінгенде өзімше қорытынды шығардым. Осы қазақтағы бір бизнестің дамымай жатуы, қазір жалпы одан кейін неше түрлі кетті ғой. Жаңағы кезінде жер үшін соғыс болғаннан кейін, өндірістік соғыс басталғаннан кейін, ақпараттық соғыс басталғаннан кейін қазір кімде ақша, жаңағы технология, жаңағы Ернардың бизнесі, диджитал бизнес деген, сол арқылы ақша қайда кетіп жатыр. Біз Facebook қолданамыз, ақша кетіп жатыр. Анау EPay деген бар, не тағы MasterCard па, Visa ма. Қарасаңыз бүкіл жаңағы силикон кремний алқабында тұрған компаниялар ғой, күнде соны қолданамыз, ақшаның бәрі соған кетіп жатыр. Бізді соғыс бәрі жеңіп жатыр мысалға.
осы жақтан келіп онысы жаңа неге бізде кітап жоқ осындай нәрсе деген нәрсемен келіп осы тақырыпқа түсіп кеттім. Өте маған ұнады, өте қызық. Және мен байқағаным кәсіпкерлер өте мына сергек, өте несі санасы сау болады екен. Мен жазушылардың ортасынан шыққан адаммын, жазушылар жаңа абстракт ойлар өте қатты кеткен, олардың тек қана абстракт ойламай кетті, жерге түспей қалған. Енді ренжімейтін шығар олар. Мен өзім де сондай адам болдым, содан білемін, өзім сондай болдым. А мына жаққа келдім, жерге де түстім, ана жерде қаншама нәрсе бар. Өте қызық нәрселер көп екен, соны түсе берсе адам соған қалай түскенін білмей қалды, сол арада кетіп қалдым. Ассалаумағалейкум. Ерлан аға, сізге бір сұрақ қойсам, жаңа ағамыз айтып кетті, селф брендинг деген нәрсе бар деп. Енді сізге сұрағым, неге сіз өзіңіз сол селф брендингті, яғни өз-өзіңіздің атыңызды өзіңіз блог жазып, немесе өзіңіздің күнделікті өміріңізді Instagram желісіне немесе Facebook желісіне салу арқылы көтермейсіз? Жаңа айтып кетті ғой, жетістікке жеткен бизнесмен адамдар келеді қазіргі таңда Instagramда көбісіне, оларға оқитын, олардың не істеп жүргені қазір маңызды. Сосын тұрасыз да өзіңіздің нәтижеңізді реклама саласыз, 220 роликті реклама саласыз. Бұл сізге өзіңіз қалай ойлайсыз? Сізге тиімді емес па, тиімді ма? Неге өзіңіз селф брендингпен айналыспайсыз? Сәке, жаман сөз үйретіп кеттің балаларға. Енді мен оның үлкен пайдасы тиетін, жаңағыдай сен айтқан нәрсенің үлкен пайдасы нәтижеге, жалпы брендке, айранның саудасына білемін негізі. Мен гаджет-маджеттің несі болмасам да, фанатигі болмасам да, жаңағы технологиядан алшақтау тұрсам да, оның мүмкіншіліктерін білемін да, ол кітапта да жазылып тұр ғой. Бірақ жібермейді да іштегі бірдеңе мақтанған сияқты, өз атын шығарған сияқты. Мына кітап осы жолы бір кеше қарадым ғой, мына кітап туралы ел не жазып отқан екен деп, әйелімнің жаңағы бірдеңесін алдым да соткасын алып қарадым түнде. Сол кезде қарап отырсам, бір сұхбатта Арман айтты 14 ай жаздым деп. Шын айтса, Арманның таза уақытын санасақ, мына кітап жазған максимум 3 ай, максимум 14 ай деп созылған мен. Жазады сосын Ерлан аға бір тексеріп бүйтіп қарасаңыз мүмкін қателіктер. Жарайды, бір екінші апта, тағы 2 аптадан кейін келем, созып керіп жүремін. Сосын ол кітап келеді, черновик жаңа. Сосын бұл кісі біледі ғой, мен ана компьютер электронный кітаппен тіпті оқымаймын, қағазбен ғана. Сол себептен қаншама қағаз сатып алады, принтермен шығарады, мынандай қылып бүйтіп жібереді маған. Сосын тағы тосып жүреді 1-2 апта. Одан кейін өзі Қарағандыға келеді. Сосын мен уақыт таба алмаймын сөйтіп. Сонда мәселе уақыт таба алмаған емес, тем более жеңіл оқылады мынаны. Толық кітапты басынан аяғына дейін бір 4 сағат оқушылығы болады ғой. Оқығым келмейді да, өйткені ана жерде Ерлан деп мақтанып тұрған сияқты да, мен үйттім, мен бүйттім, Сәкен бағана жақсы айтты, бүкіл жерде етістік, жеңдім, ұрдым, құлаттым. Короче, Головкин второй после меня сияқтылар, там неше түрлі там. Сол мені жібермейді, шын айтам, ол там ложная скромность дейді ғой орысша, ондай емес, жоқ, шын, некомфортно маған қалай да болса. Менде шағын компаниямыз бар, бізде сіздің клиентіңіз боламыз, мысалы 220-неден біз әр жолы мысалы 2014-15-тен бері сіздің тауарларды алып сатып айналысып келе жатырмыз, мысалы құрылыс компанияларына. Сіздің осы компанияның сіз екеніңізді білмейміз, бірақ осы Астанада 2-3 жердеңіз бар, филиалыңыз. Біз солардың бәрінен барып сауда-саттық алып сөйтіп жүрдік. Өте жақсы жүйелі, сондай не қылған, мен ойлағам шетелдің бір ағылшынның ба, мүмкін кәрістің бе, орыстың ба сондай компания шығар, солар басқарып отырған шығар деп. Ал бүгін сондай үлкен компанияны сізде қазақтың басқарып отырғанын естіп көріп, шынында қуанып отырмын. Бүгінгі күнде мысалы Қазақстанда кәсіпкерлер немен айналысқан жөн, қандай өндірісті жолға қойған дұрыс деп ойлайсыз, қандай болашағы бар дейсіз? Өте дұрыс айтасыз, иә, ең жеңілі әрине бизнестің ішінде бір жерде бірдеңені алып келіп, соны әсіресе тендерден өткізіп, бір ағатаймен келісіп өткізген нәрселер. Бірақ менде әу бастан ойда Қазақстан бірдеңе шығармаса, бізде өндіріс болмаса, онда ел бола аламыз, елбіз деп айтуға өте қиын. Өз өндірісі жоқ ел ешқашан дұрыс болмайды. Ертең бір санкция, қазір көріп отырмыз, ана жақта санкция, мындай санкция дегенде, бір санкция елді ашаршылыққа дейін бірақ тығуы мүмкін, өз өндірісіміз болмаса. Өкінішке орай, қазір біз бір өнімнен Қазақстан айта алмайды, біз толық қамтамасыз етіп отырмыз. Тек бидайшар бітті. Басқа бір өнімнен 100% Қазақстан қамтамасыз етіп отыр, артығын сыртқа сатып отыр деп түк айта алмаймыз. Негізі біз еттен
сүттен дегендей, теріден, жүннен, түгелінен дүниенің жартысына жіберіп отыру керек қой. Кішкентай Жаңа Зеландия 4 миллион халқы бар, 6 миллион сиыры бар, 5 миллион дейма қойы бар. Сол дүниенің жартысын қамтамасыз етіп отыр. Сүтпен де, еттен де түгелген. Жаңағы араб елі Рамазан айы кезінде, Құрбан айтта қаншама кемелер келіп отыр сол жақтан. Бізден неге бармайды? Мен аса түсінбеймін. Енді бірақ түсінбеймін, білмеймін, ойбай, бізде түк жоқ деп айтып жүрген ештеңе өзгермейді. Бірдеңе жасау керек, әрекет жасау керек. Сол себептен шығар мен жас кезімнен бастап өндірісті жасағаным, өндіріске кіре бергенім, ең бірінші жұмысым сол болды ғой. Жаңа кітаптың ішінде бар, мен өзім кешкі жақын жаңағы толар кетіп қалғаннан кейін оны дайындап қойған мантыларын өзім пісіріп, өзім жаңағы клиенттеріме апарып жүргенім, одан кейін нан істедім, одан кейін жаңағы су шығардым, ол да бар кітаптың ішінде. Әйтеуір бірдеңе өндіріс болу керек деген ой әрдайым болды да. Жасамаған тоқашта шығардық, одан кейін сүтке көштік. Енді қазір менің өндірістерімді санасақ, Қарағандыда бір завод тұр, күніне 70-80 тонна сүт қабылдайды. Кефир, йогурт, анау мынау сұйық өнімдер шығарады. Сондай, сол жаңағы неден көлемнен. Одан кейін Көкшетауда бір завод тұр, 3 жыл болды ашқанымызға, жаңа кітаптың ішінде WhatsApp-пен салынған завод деген бір не бар, бір тарау бар. Онда ірімшіктер шығады, түрік бір ұста жұмыс істеп жатыр онда, күніне 12-15 тонна сүт қабылданады, ірімшіктер шығады, түрік айраны, түрік йогурт деген шығады. Үшінші өндіріс, кішкентай өндіріс, Milk House деген, Ленина 17 деген көшеде, сол адресті Қарағандыда. Сонда да ірімшіктер, онлау әртүрлі шығып жатыр, кішкентай мини өндіріс, шынның арқасында. Төртінші өндірісті міне ашқанымыз 10 күн болды. Жаңағы балмұздақтар Италияның технологиясымен. Бесінші өндірісіміз Алла жазса ендігі апта ашылады. Десерт, дайын өнімдер, таңертеңгі шайға, мысалы үшін балаңызға шай беру. Күндегі проблема. Шай дайындайсыз, мұндай пластик банканың ішін ашасыз, дайын таңғы ас. Ішіндегі сүті де бар, хлопьясы да бар, түгелі де бар. Сондай десертті міне Алла жазса ендігі аптада бірінші партияларын шығара бастаймыз. Одан кейін тағы бір өндірісім бар, темір саласында. Жаңағы бір өндірісім банкрот болып бітті, $120-150 мың шашылды, ол естеріңізде 10 жыл бұрын. Бірақ тоқтамай, сол электротехника саласында бір өндіріс жасадық. Түріктерден технология алып, оборудованиесін әкеліп, мынандай шамшырақтар болды ғой, шамшырақ деген светильник. Мындай төрт бұрышты офисный дейді ғой, мындай Армстронг дейді сондайды. Сондайдың көптерімізді шығарып жатырмыз өзіміз. Соған 2012-ден бастап, міне 6-7 жыл оқытты. Соны шығарып жатырмыз. Сосын пластик өнімдер, бұл жердегі сымды жинайды, сым торабы бүйтіп жиналатын дегендей, сондайды шығарып жатырмыз. Тағы немене бар? Тағы темірден бірдеңе бар, щиттар бар мындай. Темірден ішінде автомат түгел жинайтын бірталай 15 қазақ жүр, темірмен, Теміртаудың темірін сатып алды, соны бояйды, кеседі, сөйтеді деген бірталай процесс, технологический процесс жүр. Таптамаша $300 мың оборудование сол жерде 2011 жылы Түркиядан сатып алған. Сол әрекет жасау, өндіріс Қазақстанда болу деген, сол манды пісіруден бастаған 23 жасында әлі күнге дейін сол тоқтап жатқан жоқ, әйтеуір бірдеңе істеп жатырмыз қыбырлап. Енді өзім сондай болғаннан кейін өндірістеп жүргенде адамдар да сені сөйтіп қабылдайды екен. Даже маған сыйлық берген кездерде Қазақстаннан бір нәрсе шықса, мен біріншіден қуанып жүремін. Біреу аяқ киім тігіп жатыр дейді, біреу тағы бірдеңе істеп жатыр дейді. Қатты қуанамын мен, кім болса да дұға жасап жүремін. Сосын менің айналамдағы адамдар түгел соны біледі де, мен сондаймын. Қазақстанда немене шығады, міндетті түрде ол маған сыйлыққа үйге келеді ғой. Мысалы үшін мына белімдегі мына белбеу Қазақстанда шыққан, аяқ киім бар менде Қазақстанда шыққан, үйде өте көп нәрсе бар, неше түрлі. Нәски бар, бір ойы бар, бірақ дизайны жуткий. Күйеу балам мына жерде отырып алып келген, енді басқа дизайн жоқ. Ерлан аға мынау Қазақстанда шығады екен деп бүйтіп ана не ойы бар, қошқар мүйіз ойы бар, бірақ ойы нәскиде білкен ғой деп. Дизайн страшно, бірақ киіп жүрмін, ол Қазақстанда шыққан деп. Әрқайсымыз сөйтіп қолдай жүрсек, Қазақстанда шыққан өнімді алып дегендей, сондай патриоттық сезіміміз болса, әйтпесе бізде көп адам бар да, сөзбен патриот, мен қазақ, мың өліп, мың тірілген деген, істе бүйтіп бұрылып кететіндей дегендей. Мысалы үшін түріктерді мен көп көремін сондай патриоттықты. Түрік
Эйр Астананың ұшағы арзан болып тұрса да, қымбаттау түрік хава жолдарына отырады, бүкіл өз мемлекетіне ақша түсіп жатыр. Көп түрік сөйтіп ойланады. Сондай білімділер түгел сондай. Осында істеп жатқан түрік фирмалары түгелі Түркияның товарын алады, сол себептен бізді оларға менеджер қылып түрікше сөйлейтін біреуді жібере қоямыз да бүйтіп. Біз Түркиядан кетіреміз малды деп ол бір-екі сөзді қосып жіберіп айтып жүреді. Солар сияқты болу керек, үлгі алатын сондай нәрселер бар басқа халықтарда негізі. Сол қысқаша. Біз аяқ киім жасау жағындамыз. Өндірістік тәжірибеміз 8 жас. Өзіңіз айтқан. Балаңызға дүниеңіз қалатын анық, бірақ кәсібіңізден ары қарай 1000 жылдыққа кететіндей кәсібіңіз не қалар екен? Сол сұрақ. Жаңағы сұрағыңыз енді бизнесін нақты былай тура аударсақ, сен өліп қалғаннан кейін бизнесін өлемей ерланаға деген сөз. Жоқ, ол нормально, ол ойланатын нәрсе, оны ойлану керек. Міндетті түрде 30-ға келдің ба, ең аз деген былай есіңді жинап алдың ба, бірдеңе бағыт таңдап алдың ба, мен осы бағытпен кетемін, былай істеймін, есіңде болу керек, ақырет деген бар, өлесің, одан кейін мынасың, біреу қала ма, ол қалатын адамың бар ма, бар болса оны тәрбиеледің ба, ол сен сияқты бола ала ма, сенен жақсы бола ма, немесе сен 25 жыл құрған нәрсеңді, мысалы үшін 40 жыл құрған нәрсеңді 3 жылда талан-таражы шығара ма деген ойлар болу керек, ол міндетті түрде әрине. Енді әрине бағанада передачада айтқанда әке мен бала деген болды, Азамат мырзаның түсіргені. Сонда да мен айттым, біздің қандай проектіміз болсын, производство, сауда, не болса да біз оны жоба, проект, я свою жизнь посвящаю своему бизнесу деп әңгімелерді береміз, бірақ ең басты жобамыз, ең керекті, тек қана бір жобамыз, ең керектігі ол өзіміздің баламыз. Самый лучший, самый важный наш проект — это наши дети. Оған енді кәміл сену керек, и солай істеу керек, әрине. Бұл жерден көп жұмысың болса да 14 сағаттан 16 сағаттан кейбір кезде 20 сағатқа дейін кетіп қалады жұмыс істесең де, балаңа уақыт табу керек. Ол балаңды тәрбиелеу деген ол сенің аманат саған, ол сенің міндетің деген соны түсіну керек. Ең бастысы ол балаңа сен әрине біріншіден сөзбен тәрбие емес, үлгі болу керек дегендей, көрсету керек, үйрету керек, үлгі болу керек дегендей. Мен сөйтіп тұрыстым, барым есейіп қалды. Ең үлкен ұлымды Анталияға университетке жіберген. Бір жақсы университет болды, маркетинг таңдады, ағылшын тілінде. 1,5 жылдай оқыпты, одан кейін что-то оқығысы келмей кетті. Әке сіздің қасыңызға барып жұмыс істейші. Сол дұрыс сияқты. Үй жарайды енді. Әкесі жол қойып, жоғары білімсіз далада қалмас деп қасыма алдым. Хотя бүкіл условиясы түгел болды, жерде әдемі университет, әдемі жатақхана, астында машина, там түгел болды. Келді жұмыс істеді, кітапта бар. Оның жұмыс қалған сен жаздың ғой деймін. Слесарь болып бастады, автослесарь. Осыдан 2 жыл бұрын. Содан өсіп, бүйтіп, қазір саудада топтамашы жұмыс істеп жүр. Өзім мына жерде отырады, машинадан көріп. Тұрып қойды. 3-4 күн болды, 23-ке келді. Топтамашы жұмысының көрсеткіші былай ұнап жатыр негізі. 2 жылда оқуға халықтау жібердік, кейін екеуміз шештік, сосын екеуміз ақылдасып жүрміз. Бізде кеңес, жиналыс, солай болып тұрады. Сөйтіп айтылады, бір жиналайық. Сосын бұлар бір-бірін шақырып, Тима, бермен тапмайды, жиналыс деп 2 жыл айтып жатады, бұған или бұл оған. Сосын ақылдасып кеңес отырмыз, шын, по-серьезному, жай қалжыңсыз, ойынсыз, или там, мен папа, мен айтқаным болады деген жоқ ондай. Демократия бар екен. Демократия бар, бір-біріміз тыңдап дегенде. Сөйтіп бұл екеуміз сөйлескен кезде бір қатты жақсы сөйлескен, ана ол енді оқуды жақсы көреді, 2 жыл оқығанды талабы бар сияқты. Сосын екеуміз сөйтіп келістік. Мен тәжірибемді бөлістім, біз енді ештеңе оқымай теориясыз практикада жүрміз, бірақ арамызда бір теориясы мықты сондай адам керек, сол себептен давай осы Әлішер жақсы жерде оқысын деп оны жібердік. Басын Түркиядан бастады, Билкет деген университет, одан кейін что-то кішкене сапасы ұнамай Жаңа Зеландияға жібердік, Окленд деген қалада қазір отырып оқып жатыр. И мамандығы HR, адам. Бағана өзімнің сұрағым, адам, ең бастысы адам. Мың жерде сенің брендің болсын, үлкен бизнес болсын, сен бизнесіңді өрге сүйрейтін де, құлататын да сол адам. Онымен жұмыс істеуді білу керек, психолог бола білу керек дегендей.
сол себептен сол теорияны жақсы оқы деп сол жаққа жібердік. Енді үміт бар, әрине. Үмітсіз тек шайтан ғана дейді ғой. Үміт бар, жақсы үміт бар. Осылар алып кетеді. Үйім береке араларында бар. Бұдан кейін кішкентай екі ұл бар, олар мектепте оқиды. Оларды не то что бизнеске тартып бермейді. Кішкентай кезде оларға мен ешқашан айтып тұрмаймын, сен болашақта бизнесмен боласың, бай боласың, Құдай сақтасын, ешқашан айтылған жоқ. Олар каникул кезінде жұмыс істеп, жаңағы завод салынған кезде 14-15 жастарда кірпіш тасып, раствор істеп, бетон сөйтіп жүрген бұлардың түгел. Сондай құр жұмыстарды істеп дегендей, нормально. Әр үйдің баласы бизнесмен емес дегендей, солардың баласы тәрбие көріп жатыр, жұмыс істеп жатыр, еңбекқор болып тәрбиелеуге тырысып жатыр. Примерно сол. Өзіңіздің қазіргі осы жиналған аудиторияға өмірдегі 3 ең маңызды нәрсені айтып кетсеңіз. Жаңағы енді саясатты өзі қатты сүйдім. Көп жыл сырттан біліп жүрдім. Оның сұрағына жауап беруге тырысайын. Ең бірінші мен үшін жаңағы маңызды нәрсе адаммен сөйлесу, адаммен айласу, бір адамға пайдалы болуға тырысу, басқа адаммен сөйлескенде өзіңе пайдалы даму үшін көмектесетін бірдеңе мағлұмат алу. Так что ең бірінші менде адаммен сөйлесу ең бірінші жаңағы мағыналы нәрсе. Тағы да Абайдың сөзі бар ғой, махаббатпен жаратқан адамзатты адам баласы сені де сүй деген. Ол бір. Екіншіден жаңағыдай ұйқымды қашыратын нәрсе, бизнесмен болғаннан кейін мүмкін адам кісілер мен туралы ойлауы мүмкін, ана бизнесте бірден қате болып жатса, прибыль болмай жатса, сол кезде ұйқысы кететін шығар деп шоуға жақсы ұйықтай беремін. Бүгін болмаса ертең болып жатады, жарайды дегендей. Жаңағы болашақта там балаларын қалай ол бизнесті басқарады, ол да мен ұйқымды қашырмайды. Мен дұрыстап тәрбиелей алсам, дұрыстап құндылықтарды сіңіре білсем, өзі белгі бола алсам, онда түгел Алланың қолында болар еді дегендей. Ол ұйқымды қашырмайды. Ұйқымды қашыратын патриот деп айтуға болады шығар. Қазақтың тілі, қазақтың дәстүрі, қазақтың құндылықтары, соны кетіп бара жатқанын көрген кезде кішкентай балалар орысша сөйлеп жүрген, ата-анасы онымен орысша сөйлеп жатқан, бір-бірінен орысша сөйлеп жатқан, соны түгел ұйқыға қаштырады. Сол себептен сөйтіп тұжырым жасауға болады шығар. Қазақтың тілі, ділі, діні, құндылығы, қазақи болмыс деген маған ең мындай киелі де, маңызды да деген сондай нәрсе. Басқа ештеңе есіме түскен жоқ. Не ақша, не бизнес, не басқа нәрселер менің жүрді. Басқа. Енді көп кітап оқығаныңызды таныс болдық мына кітаптың ішінде. Әсіресе көшпенділерді оқыпсыз. Бәлкім сол кітапта әйтеуір мынау қазақ тілді кітаптардың ішінен, әсіресе мынау көркем әдебиеттен қай кітап сіз үшін? Енді біреулер осы сұрақ қойған кезде көп қой дей салады мысалы. Бәлкім сіз осы өмір жолыңызда айналып сол кітапқа келіп соғып отыратын, мысалы мен үшін Абай жолы сондай болды да, барлық жаңағы бүкіл қиындықтарға жеңу үшін сондай бір кітап бар ма сіз үшін? Нақты мінекей осындай кітап, осындай деп мысал келтіре аласыз ба? Енді кітап деген жаңағы мына кітаптың ішінде де бар, оны Арман жазыпты. Өйткені арамызда әңгімеде өте көп кездескен шығар. Кітап деген мені жаңағы біріншіден аталардың, ата-ананың қаны, олардың тәрбиесі, мектепте бірдеңе оқығанымыз, оған қоса менің тәрбиелеген, осындай қылған кітап. Кітаптың маңыздылығы деген менің осы қалыптасқаныма меніңше өте зор. Кітап оқығанда ішіне кіріп кетіп оқитынмын. Кеше ғана студенттермен кездесу болды, менде карго студенттері шақырып, кешкі 6-тан 10 жағынға дейін кетіп қалыппыз ғой, 2 сағат деп келіскенбіз. Сол кезде кітап туралы айтқанда тағы да айтып кеттім. Оқыдыңдар ма? Не дедім? Мұхтар Әуезов «Қорғансыздың күні». Мен 3 жасымнан бастап орысша оқығанмын. Қазақша оқуды 25 жасымнан бастадым, үйретіп өз-өзімді. «Қорғансыздың күні». Ана Ғазиза деген 14 жастағы қыз. Ана бір Ақан деген бай. Мен орысша оқығанмын 11-12 жасында. Ана зорлағаны, түгел зұлымдық көрсеткені. Ол бірнеше түн ұйқым бұзылды ғой менің.
сонда 11 жаста балам көз ашып жатар, жынданып жатасың. И сондай фантазиялар кетеді. Жаңағы кім әдемі айтты, Гарри Поттер туралы саясат әдемі айтты. Біз үшін кім Гарри Поттер? Мындай бала, интеллигентный, көзілдігі бар бір дегенде. Кітапты оқысақ, ол әрқайсымызда өз Гарри Поттеріміз болушы еді мына жерде. Сол керемет. Мен көрдім бе, жаста болса, бір мүшел менен кішісі бар, бір 10-12 жас, бұл мен 70 жыл туғанмын. Бірақ осындаймен сөйлесіп, осындайдан көп өзің даму үшін біраз информация алуға болады. О жағынан, ақыл жағынан бұл менен асып тұр ғой, сөзсіз. И сол кезде жаңағы жататын бүйтіп қиялдым. Ана бай ана қораға кіргенде жаңағы Ақан деген артынан мен келіп қалсам ғой сол кезде. Ана жерде тұрған айырма күрәкті алып, енді ана Ғазизаға бас салып жатқан кезде соның басынан қатырсам ғой, қан аққан түгел алдымда тұрды да мен. Сонда кітапқа кіріп кетіп сөйтіп оқығам. Енді нағыз әсер қалдырған кітап деп айтасыз, бала кезімде Шыңғыс Айтматовты көп оқығам мен. Прощай Гүлсарыны 12 жасында жек қойғам, жыларман болып отырып, ана Гүлсарысымен де, Паналайымен де түгелмен көп кітабын оқығам. Сосын әсер қалдырған маған қатты бір кітабы «Ғасырдан да ұзақ күн». «И дольше века длится день». Орысшасын оқыдым. Осыдан 10 жыл бұрын мектептің библиотекасында жүрсем, балалар оқиды мектепте. Ананың қазақшасы тұр. Мәссаған ғасырдан да ұзақ күн. Бірақ қысқа екен бүйтіп, бірақ талантливый адам аударыпты. Жоқ. Солар ғой деймін, солардың бірі ғой, жай аудармашы емес. Енді ана кітапты өзімен алдым, оқуды бастадым, как раз сол кезде бір жерге шетелге ұшу керек болды. Ұшып бара жатырмын. Отырдым, оқып отырмын. И жаңағы жерге келдік қой, ана мұғалім қызық атты, кеше ғана есімде болып еді, жарайды. Мұғалімді Әбу Талибті түрмеге алып кетеді. Ана ұлдары, балалары, оның алдында қалай жазылған, қандай сүйіспеншілікпен ана балаларды тәрбиелеген, өз балаларын оқытқан, көршінің балаларын оқытқан. Керемет ана мұғалім, әке ретінде, мұғалім ретінде, педагог ретінде керемет кісі. Сталиннің режимі оны түрмеге алып кетеді. И балалар вокзалға қайта-қайта қарап жүреді. Ана пойыз келе жатыр, папа келе жатыр деп. Сол кезде оқып отырмын. 40 жастағы ер адам, мен сол кезде бір 10 шақты жыл бұрын жүрек деген кетті, мына жерге бірдеңе тығылды. Ана жерде оқып отырмын, тем более 12-13 жасында оны кітапты оқытсам, қайтадан оқыдым ғой. Бір уақытта қарасам, жаңағы кітап былай суланып қапты, мен көзімнен жасап отыр, самолетте тұрып. Міне сөйтіп беріп оқыған, сол кітап, сол нақты бір кітапты мен айта аламын. И қазір біреу немене оқи жерланыға айтасың дегенде, мен кеше буквально студенттерге айттым, записывайте дедім. И дольше века длится день, айта алмай қалдым орысшасын. Ғасырдан да ұзақ күн дедім, русский найдете дедім. Одан кейін біреу есіне түсірді, жаңағыдай айтты. Буквально кеше жағы сағат 9-ның кезінде осындай жауап бергенмін. Енді балалардың кітабы, мына үлкен ұлдарым, қазіргі мына 23-ке келді деп айттым, мына шетелдегі 21, 5, 2 жас арасында. Нормально. Бұлар кішкентай кезінде әрине оқыттым. Жоғарылап та оқыттым, тікелей қатысып кітапты аламда бүйтіп бірдеңе дұрыстап қазақша кітап таба алмайсың. Оған да қаншама қиналдым, дұрыс оқылатын андай классика. Толстой, Гекльбери Фин, кім еді? Марк деген солардың аламда қысқашасын алып, бұлар 18 жастар сол кезде бүгін сен мынаны оқы, ана оглавление бар ғой, сол жерге түртіп қоямын, сен мынаны оқы деп өзім ана жерде кітаппен отырамын, сөйтіп біраз кітапты бұлар оқыса талай жерге барып қалып, талай нәрсені біледі. Енді ана кішкентайлар, қазіргі одан кейінгілер 8, 6, иә. Бағана айтқан фактор бар ғой, саясат айтты ғой, Қытайлар сөйтіп зерттепті, аналар фантастиканы жаңағы ең жетістікке жеткен Илон Маск, Стив Джобс сияқты адамдардың әртүрлі адамдар ғой, әр жерде тұрған әртүрлі адамдар, біреу наркоман болған, біреу прилежный ученик болған, бірақ бір фактор бар оларды біріктіретін. Бала кезінен кітапты жегенде ертегіні көп оқыған, фантастиканы көп оқыған. Соны мен Жаһан деген журналдан оқыдым осы уақытта. Ертегінің құдіреті деген статья бар. Жаһан деген мынандай журнал. Қазір менің іскерлік әдебиет болсын, философиялық әдебиет болсын, не десеңіз де оқитын жаңғыз бір нәрсем бар, сол Жаһан ғана. Басқа жерден шын айтсам, көп бойымдағы сұрақтарға жауап таба алмаймын. Түгел бірдей дегенде, сол Жаһан журналдан мен өте көп табамын. Әр журналын мен қаламмен бүйтіп отырып оқимын да, артына комментарий жазамын өзім сосын. Әр журнал. Жаһан деген керемет. Реклама жасап тұрған жоқпын, онда доляда емеспін.
негізі өте терең журнал, терең. Отбасыға да, бизнесменге де, жаңа бастаған кәсіпкер, баяғыдан жүрген кәрі кәсіпкер үшін де, түү үшін бар ішінде. Бүкіл ақпарат бар. Мынандай журнал 1,5 мың теңге қойдым. Айына мен өте көп жазып алғанда, жаңа сотрудниктарға түгелін таратып, енді ең қызығы қазір сотрудниктарды зорлап оқытып жатырмыз деп айтуға болады. Беседі, сен мынаны оқы да енді жолы талқылайық. Вежливо айтасың да, а на самом деле шынымен ол түсіну керек. Короче, білетін адам болса, короче, мынаны оқымасаң, ертең бонус алмауы мүмкін, там минус 10 мың теңге болып қалады, зарплата сен, ол түсіну керек. Дәл осы мен мына ойында соны оқып отырмын мысалы үшін. Сол журналды мәжбүр оқып, мәжбүрде отырмыз, топ менеджерларды и олардың орынбасарларын. Мен өзім ең керекті деген статьяларды мындай фломастермен галочка қойып қойдым, именно соны оқу керек. Басқа андай мындайлар кейбір нәрселер керегі жоқ, уақыт жоғалтпаңдар дегендей. То есть алдын ала мен сараптап қойдым. Сосын жаңағыны оқығаннан кейін есімде қалды ғой, жаңағы бала кішкентай кезінен қиялды оятатын сондай нәрселерді оқу керек деп. Енді мен қазақша мынандай пачка кітаптарды сатып алдым. Ана 2-ші жылға, 3-ші жылға, 8 жастағы ұлға бердім. Балам, бір күнде бір кітап оқып отырсаң, мен саған 1000 теңге беріп отырамын дедім. Келістік па, давай. О, папа, жақсы болды. Мен ана FIFA 20 деген енді жыл сатып алғым келеді деп, ол шешесіне заказ беріп, копилка сатып алды. Енді бүкіл ақшаны 1000 теңгесін алады да, соған салып қойып отырады. Қазіргі таңға 20 мың теңгедей жинап алды. Осы 3 айдың ішінде, осы жазда бастаған, жаздың июньнің кезінде. Сөйтіп мотивация жасадым. Өйткені ана сотка, анау мынау FIFA ойнаудан қазір тарту деген қиын. Біздің кезімізде жеңілдеу болды, сол кітаптан басқа түгі жоқ, ермек болды ол бізге. Уақыт өткізетін деп содан әрі қарай үйреніп ішіне кіріп кеттік. Қазір қиындау, сол себептен сондай да методикаларға барып сөйтіп отырмық. Қайырлы күн. Мен Қарағанды мемлекеттік университетінің оқытушысымын. Баламыз екеуміз Қарағандыдан келдік. Кітапты біз кеше ғана алдық, Арманның сыныптасынан. Содан кеше Сәтбаевтың құдағиым келді, мен оқып үлгермедім, балама бердім, сен жартысын оқы, сен тоқтаған жерден мен оқимын деп. Содан балам жартысын оқыды, осында жеткенше таңертең таксимен келдік. Мен жартысын сол жерден бастап жеткенше оқып шықтым. Енді біраз ғана беті қалды. Енді ана құдағиымды күтіп шығарып салғаннан кейін енді Ерлан Әшім жайында мен де бірдеңені білейін деп неге кірдім интернет желісіне, сосын бір видеоны тауып алдым. Сонда сіздің анаңыздың айтқан сөзі бар екен, Ерлан кішкентайында көп сөйлемейтін, үндемейтін еді деп. Мен соған қатысты бір сұрақ қойғым келеді. Сіздің санаңызда сілкініс қашан пайда болды? Сіз қашан ашылдыңыз? Біздің қазақтың балалары ұяң ғой, мен педагогпын, қаншама баланы алдымыздан өткіздік. Менің балам да көп сөйлей қоймайды. Баланы қалай ашуға болады? Сол құпия неде? Сол сұраққа жауап берсеңіз. Енді баланы ашайын деген бірден әрекеттер жасап сізге керек жоқ шығар. Қазір кейбір айтады, баланы орыс мектебіне беру керек, өйткені орыстар сондай ашық болады. Туғаннан сөйлеп тұрады, ол шайтандар мұндай, олар анау мынау деп. Меніңше қате сияқты. Ашу деген әркімге де ашылған жоқ. Әркімге қарапайым. Иә, бала кезінде үндемейтін бала болыппын, сол себептен маған даже ат қойып қойыпты. Өз бетіме бір жерде күбірлеп жүреді дейді, сол себептен күбір деп даже ат қойыпты. Ана жерде тоже бар, мына кісі жазып қойыпты оны да. Бүкіл Қазақстан енді білетін болды. Кішкентай кезімдегі погоняланы. Ашылғаным бір 18-20 жас шығар. Сол әскерде жүрген кезде, сол кезде бірдеңе жаңағы мінез, бірдеңе біреуге жауапкершілік, біреу үшін алу дегендей сондай мінездер. Бір кішігірім бір командир болдым қол астында, бір 30 солдат болды күнде дегендей. Өзімше сес көрсетіп, бүйтіп оларға бүйтіп сөйтіп жүрдім. Кейбір кезде что-то Ерлан, сен өз-өзіңе ұқсамай кеттің деп, одан кейін добрый командир болып сөйтіп жүрдім. Нәтижесін қазір де көріп отырмын. Дәл сол Қызылорда, Көкшетау қалаларына барғанда менің жас солдаттарым бар екен. Біз Москва қаласында әскерде болғанбыз. Менен бір жылдан кейін солдаттар бар екен, сөйтіп неткен. Солар қарсы алып жатады, ризашылығын білдіріп айтады. Әлгімге дейін сіз деп кейбіреулер айтады, хотя бір-ақ жас менен кіші. Сол кезде ойлайсың, сен 19 жасында бір жақсы істер жасаған екенсің ғой деп. Сол кездерде ашылған сияқты, өйткені жауапкершілік мойынға. Ең бастысы сол шығар. Өйткені әскерде жүріп, жаңағы 30 солдат маған қарады, мен оларды басқардым. И жауапкершілігім оянған шығар менің сол кездерде. Түр әскерден келгеннен кейін сол что-то қылжақтап, қалжыңдап, сондай бір әдет пайда болды, оның алдында болмаған.
үйдегі дастарханда тамада болып сөйтіп. Кстати, бағана бауырым сұрады ғой, сіз қалай адамды бағалайсыз деп. Мен даже ана жолы бір адамдар таңда көріп қалды, кадровая служба, HR служба, сол кезде сосын ойладым, бұлар кісімен сөйлесе білу керек. Сосын төрт қызмен сөйлескенде, қыздар айтыңдаршы дедім, оларға неожиданный болды да бұндай сұрақ, күтпеген. Қайсыңда не бар? Өнер немесе қалай айтуға болады, сондай привычка. Әдет бар. Үйде мысалы үшін, үйдің корпоративтарды, біреудің туған күні, қарындасының, тәтеңнің, жездеңнің юбилейі дегенде, сол жерде үйдің ішінде болған бір кеште тамада болу, анаған сөз беріп, мынаған сөз беріп. Төрт қыздың үшеуі қол көтерді. Мен андай істеймін, мен с днем рождения бірдеңелер туған күнмен деген іліп қоямын дегенде, ол сол кездегі ниеттері үйде өзін көрсетіп жатыр дейді. Мен сондай болған. Осы әскерден келгеннен кейін сондай болып кеттім ақырындап. Сөз берді, үйреніп, стресс болып отырады. Сол жерде стресс болып, әлгінге де стресс негізі. Қайсысы мынаған қайсысы үлкен еді, мына бір жезде үлкен бе еді, ана бір үлкен бе еді, қайсысы бір жанаған берейін дегендей. Әсіресе 20-25 жасында стресс болды, соны түгел адамға ашады. Вообще стресстер ғой бізді тәрбиелейтін негізі өмірде қиындықтар. Егер өмірде қиындық исламда бар, между прочим, хадистарда бар. Егер өмірде түгелі жақсы, сәйкес болып, адамдарға түгелі ұнап әрекеттері, сенің әрекеттерің нәтиже болып жүрсе, мәз болма, сен тоқта. Неге Алла тағала маған қиындық бермей жатыр, мен өзім барып қиындық тауып алайын деп. Сол қиындықтар да үйрететін шығар. Сосын ашылу деген ол міндетті түрде тіл байлығы. Тіл байлығы опять жаңағы балалық шақтан кітап оқығаннан келеді. Кітап оқыңыз көбірек. Сіздердің рұқсаттарыңызбен жаңағыдай қайтадан алғыс айта отырып, суретке түсу, кітапқа қолдануға қою деген сияқты рәсімге көшсек деген Ерлан ағаға рахмет айтып. Мінекей берекелі бизнес сыры кітабының Астанадағы таныстырымын өткізіп келіп тұрмыз. Күн бататын уақыт тоқ қалды, 6-тан кетіп қалды сағат. Сәл ертерек мына жерге келеміз ғой деп ойлағанбыз, бірақ осыған да шүкір енді күн батпай келіп үлгердік. Келген көрермендер, оқырмандар қолтаңба қойғызып, суретке түсіп, жалпы сұрақ қойып, келген кісілерде жақсы сөйлеп, сонымен кішкене уақыт өткізіп алдық. Дегенмен өзіміз 2:30-да бастауға жоспарлағанбыз, бастауды. Сөйтіп 2:30-да аяқтадық. Жалпы әсер жақсы. Келген кісілер осы видеоны көріп отырса, астына пікір жазсын, қалай болғанын. Біз келген кісілердің бет бейнесінен, былай жалпы қарым-қатынастан деген сияқты ризашылық байқағандай болдық. Соған қуанып тұрмыз. Енді келесі екінші кезеңіміз таза кәсіпкерлік туралы әңгіме айтамыз деген дастарханымыз, бизнес-бестің шайы жақсы өтсе деген тілек бар. Әдемі бір үлгі бар да, кофемен байланысты бір 10 жыл бұрын бір естігем, или оқығам. Кофейное пятно дейді. Фактор, кофейное пятно. Қайдан шыққан? Жаңағы жұмыстағы косягың деген сөз. Бір бай әйел бизнес класспен, ұшақпен бір авиакомпаниямен ұшады. Қасында бір ер адам отырады. Енді ортада мындай не бар ғой? Не қоятын? Шынтақ қоятын. Иә, шынтақ қоятын сондай. Жаңаған ұшақ қауырды. Енді ұшақ көтеріледі, әлі кофе, шай ештеңе әкелмейді. Енді қараса, ортада жаңағыдай столик қойын. Сонда стақанның түбінен домалақ болып қалып қойды ғой, бүйтіп шайың бүйтіп қалады дегенде сондай. Дәл сондай домалақ тұр екен, кофейное пятно, кофеден қалып қойған. Бұрын стақан тұрған, сүртілмеген. Но басқа пассажирлар отыр ғой,
самолеттің несін өтті ғой, тех обслуживаниесін өтті, уборкасын өтті. И осы авиакомпания жауапты ғой, допустим, British Airways дейік да, жаңағы авиакомпанияны. Анау сүртілмеген. Сосын ана әйел бүйтіп қарап отырады да, жаңағы ер адамға: как я не люблю, когда вот такие вот кофейные пятна остаются. Оған қарайды да: а что тут такого дейді. Сосын мен қалай санаймын дейді. Мына компания мына ненің уборкасына, самолеттің салонының уборкасына немқұрайлы қарады деген сөз. Даже мына бизнес-класста мына жерде мына сүртпей қараса, значит, дұрыстап жұмыс істе деген требование жоқ, сондай стандарт жоқ. Егер мына кофенің қалдығын жаңағыдай ізін да сүрту керек, міндетті түрде жылтырап тұру керек деген стандарт болмаса, соған қарамаса бұлардың сотрудниктары, значит, самолеттің моторын тексеру, тоже сөйтіп салақсып істей салуы мүмкін. Заправка жасау, салақсып істей салуы мүмкін. Андайында регулировка жасау, тоже салақсып істей салуы мүмкін. Значит, это стандарт, это показатель. Я считаю, что вот это вот кофейное пятно, жаңағы әйел айтады, оно очень важно. Енді жаңағы көрші ер адам осы авиакомпанияның қожайыны болып шықты. Ол білмейді ғой. Содан теория шығады, теория кофейного пятна деген. Көрдіңіздер ме? Бір нәрсеге немқұрайлы қарасаң, бітті, значит, бүкіл жұмысың сенің сондай. Дәл сол нәтиженің ішінде лай кофейное пятно табуға болады. И соны мен как топ-менеджер ретінде, акционер ретінде міндетті түрде қарап, көріп, білу керек и басқа адамдарды үйрену керек, сондай үйрету керек. Сондай кофейный пятноны көріп отыр, біріншіден өз жұмысында деп. Өз жұмысында тексеріп, контроль жасап көріп отырса, ол қайда барса да соны көріп отырады, көз атып отырады ана жерде. Кофейный пятноларды мысалы үшін. Кәсіпке енді кірістік, бір жылдай болды айналысатынымыз бар, бірақ өзіміздің көргеніміздің профессионализміміз жетіспейді, сіз айтқаныңыздай. Бұл мәселені жақсарту көп мекемелерде проблемалар бар да. Бұның мен ойлаймын, келешекте қазақтар бұл проблеманы шеше алады ма дегенде. Мысалы, мен өзім өткен тәжірибемнен мен Астанаға көшіп келдім 2 жыл бұрын. Сол өзім маған айтты, нәтиже деген бар, жақсы, керемет деп. Мен Азия паркқа бардым. Түнде істейтін Астанада осы түшінде сол Азия парк магазині бастау еді. Кірдім да, сол жерден нәтиженің сүтін алдым. И алып келдім и ішкен кезде бұзылған болып шықты да. Жаңа сүттің бұзылып кеткені. Біріншіден сіз тұтынушы ретінде ең бірінші сүттің бұзылып кеткеніне біраз қуану керек. Алла, бұл менің қаламда бұл дүниеде бұзылатын сүт бар екен ғой. Мына құрт жейтін алма бар екен ғой, құрт жеп қойыпты деген, әп-әдемі бүйтіп мындай пластмасса сияқты болып тұрмайды деп. Ол бір. Екіншіден әрине ол немқұрайлықтан. Біздің фабрикадан шыққанда ол идеальный болып шығады. Немқұрайлық қай жерде болуы мүмкін? Көбінесе өкінішке орай дүкендерде. Стандарт жаңағы бүкіл Европада ол болуы мүмкін емес. Өйткені ол бүкіл жерде, ол жерде стандарт, дүкенде андамды. Біздің дүкендер не істейді? Даже үлкен супермаркеттер кейбірі түнде холодильниктарды өшіріп тастайды. Көп тоқ жейді. Қарағандыда бірнеше сондай супермаркетті біз білеміз. Астанада тоже бар. Даже супермаркет. Что говорить ана кішкентай дүкендерде? Кеш жақын сатушы 8-де кеткенде өшіріп кетеді, таңертең 8-де қосады. Енді выход менде. Бір вариант. Олар тәрбиелеп, постоянно айтып жүру керек. Біздің сөйт осындай, анау, бірақ когда Қарағандыда 2000 магазин, Астанада 800 ба солай магазин бар, солардың түгелін айтып жеткізу мүмкін бе? Олар ұрсады саған. Если не нравится, басқадан аламыз, анау, мынау деген әңгімелер айтады, үйтіп. Екінші вариант, кішкене химия қосуға болады. Сонда бұзылмайды. Дегенде. Сөйтіп қиналып жүрсің. Жалпы кәсіпкерлік деген өмір бойы қиналып жүр ғой, мұндай выбор дегенде. Ол бір. Жалпы негізі жаңа Қазақстанда сондай нәрселер, мәселе мына жерде сүтте емес қой, сұрағыңда. Қазақстанда қазақ бизнесмені сондай нәрселерге жете ме жоқ па дегенде бар ғой? Әрине жетеді. Мысалы үшін 10-15 жыл бұрын қазақ кәсіпкерлер, әсіресе жас, осындай аты қалай? Да. Мангустин деген осындай кафе, осындай дизайнда, осындай столдармен, осындай продумның дизайнмен 15 жыл істейді. Жай қарапайым, блатнойдың баласы емес, там өмір бойы шетелде жүрген, үйткен-бүйткен көрген, сосын папа ақша берші деп $1 миллион деп бір кафе жасаған емес. Жай қарапайым, нормальный қазақтар, қазақтың жас жігіттері бір жерден бірден ақша тауып, осындай ашады дегенге 15 жыл бұрын ешкім сенбеуші еді. Мен мысалы үшін тәнді қалып отырмын жерде, маған қатты ұнап отыр. Дизайндар, үйткенің, бүйткенің түгел нәрсем жерде көз тартып отыр мысалы үшін. Лишний бүйтіп
көзге былай көрінетін бірдеңе там қып-қызыл бірдеңе дегендей ою ана жерде былшиып тұрған деген ештеңе жоқ. Міне дамып жатырсыңдар, дамып жатырмыз. Мен бірінші заводымды салғанда, мен заводымды көрсеңдер қазір, бірінші заводымнан күлуші едіңдер, наверное. Металлым ғой. Баушный анау-мынау неше тұрыл деген неше тұрлардан сөйтіп құрастырылған бір мини завод бірдеңе. Бірақ ол заманға ол такой нормальный деген. Бірақ бүйтіп өсіп, шетелмен жұмыс істеп, Европаға барып, үйреніп, бірдеңе істеді ғой. Қазіргі заводын мақтанып көрсете аламыз, мысалы үшін дегенде. Сөйтіп түгеліміз дамып жатыр, өсіп жатырмыз. Бізде әлі күнге дейін бірінші поколение бизнесмендер жұмыс істеп жатыр ғой. Бірінші поколение, мен мысалы үшін 92-де бастағанмын да, бірінші саудамды. Екінші, үшінші кездерде сіздерді уже екінші деп айтуға болады. Одан кейін үшінші келеді, сол кездерде ешкімнен қалыспаймыз. Я понимаю, там Apple-ды мы не придумаем, никогда силиконовая долина Қазақстанда шықпайды енді өкінішке орай. Бірақ басқа нәрселерді өзіміз басқарған кафе, анау фермасы, завод, мавод деген соны түгел болады, оған кәміл сенемін. Өйткені сапа жоғарылап келе жатыр. Кәміл сенемін, оған күмән жоқ. Производстволар неше түрлі пластик жағынан да, допустим, біздің таныстар Түркияда оқығандар әсіресе көп түріктерден көріп үйреніп қалған. Шетелге шыққанда көп үйренуге болады. Менің мысалы үшін мына жаңа завод салған салуға итерген фактор случайно шетелге барып қалғаным, бір делегацияның списогына кіріп кеттім, қайдан білмеймін. Мен сельхоз жазып қойған ба, түртіп нечаянно сүт жасайды ғой деп Алматы облысының делегациясына кіріп кеттім. Голландияны, Данияның сүт фермаларын кезетін сондай делегацияға. Зам Аким области бар, зам по сельскому хозяйству бар, сондайлардың делегациясымен кеттім мен. Неге? Жаңа Голландияға 34 жасымда. Сол кезде заводтарды көрдім ғой, қандай болу керек. Мәссаған, завод деген мұндай екен ғой деп сол кезде арман басталды да, қиялдар неше түрлі. Содан 5 жылдан кейін уже, что там, өмір бойы армандап жүресің ғой, глупый же, еркек деген атыңыз бар емес. 5 жылдан кейін фундамент қаза бастадым. Мен даже автобуспен бір заводтан бір заводқа барып жүрген кездерде переводчикті алып ап, аудармашыны алып ап, жаңағы голландецтерден сүт завод деген не, жаңағы көрген заводымыздың проектісін көрсетші, былай компьютерда. Олар ноутбукпен автобуста біз қасында отырып ап, ноутбукпен қарап отырды. Тут же телефонмен звондап өз экономистеріме, сейчас какой объем там кефира, скажите, қазір деп, оны 3-ке көбейтіп, вот через 3 года мен 3 есе көп істегім келеді. Сонда қандай оборудование керек деп 34 жастағы мен вроде жүру керек жерде да, там пив-бар, мив-бар, Европа, улица красных фонарей деген барған емес. Қайта Амстердамда жүрдік. Үйтіп жүрген жоқпын мен, жаңағы жан таласып, жармасып ап, жаңағыдай аға қылып ап, жаңағы Арент деген жігітті, оны көрін біліп алдым, завод деген не деп. Бірінші впечатление, бірінші не көзқарас, жаңағы негізі заманауи деген завод деген не, приемное отделение деген не, пастеризатор деген не, ол примерно қанша тұру мүмкін дегендей сондай нәрселерге ойымды үйрете бастадым, что пастеризатор за $500 000 бірақ аппарат сатып алу, это нормально, оказывается, для завод деп. 3-4 жыл соған ойланып, привыкать етіп, бүйтіп, металдың качествосы қандай болады, сүтің сенің сапалы болу үшін, зиян адамға келмеу үшін, жаңағы темір трубалар қандай материалдан істелу керек, қандай тип металдан істелу керек деген соны түгел зерттедім ғой аналармен жүріп. Пока көкелер ағалар там деп тост айтып жүрген кезде. И ол көп нәрсеге көзді ашады шетелге барып. Түркияға барғанда, мысалы үшін мен демалуға барғанда ешқашан демалмаймын ғой. Чорбаларын жеп отырып, бүйтіп официант қалай жұмыс істеп жатыр, анаған қалай деп айтты, ана бір орысқан ана орыс тәтеге қандай жауап берді деп. Сөйтіп, соны түгелін қарап отырмын, оны түгел маған тренинг. Сол себептен мен бизнес туралы кітапты оқымай шығардым. Содан шығар. Өмірде тренинг жетіп жатыр ғой сондай. Таңертең мысалы үшін түріктің кафесі, рестораны, официанттардың түгелін деп солдаттар сияқты тізіп қояды да, жаңағы менеджер жүреді алдарында сөз сөйлеп. Тыңдап отырасың, через раз оқып бүйтіп, деп. Күнде айтатыны бір сөз ғой. Ал жұмысты бастайық, дұрыстап істейік. Біздің ресторанның имиджі превыше всего. Қай клиент болса да, немене десе де түгеліне иә деп жауап беріңдер, ұрыспаңдар, олай істеңдер, бұлай істеңдер. Бір сөз күнде қайталайды. Біз оны солай керек деп санамаймыз, қазақ кәсіпкерлер, ол керек. Күнде болу керек. Күнде бір сөз ұялмай, бір сөзді қайталап, кешегі айтқандай былай. Сосын жаңа бір-екі сөз қосып жер, ана подчиненлер айтпайсың да, бастық демеймін, попугай сияқты. Ертеңді тағы айтасың, кешегі айтқандай тағы да бір, давайте повторим для себя, өз-өзімізге тағы бір қайталайық. Мына клиент келген, зарплатаны сізге төлеп отқан, сендерге төлеп отқан мен емес. Наурызбай өзі айту керек. Мен емес сіздерге зарплата төлеп отқан, зарплатаны төлеп отқан клиент. Сол естеріңізде болсын. Оны айтқан
оны ойлап тапқан ол фразаны мен емес, Генри Форд деген бір ақылды бір бизнесмен болған 100 жыл бұрын, сол айтқан деп тағы да қосып қойсаңыз, сол кезде оның миына құйыла береді күнде. Бізде мысалы үшін қабырғада жазылып тұр. Зарплату платит не работодатель, а клиент. Работодатель только ее распределяет. И қазақша жазылып тұр. Еңбекақыны жұмыс беретін адам төлемейді, клиент төлейді. Сондайды күнді айта беру керек. Мысалы үшін сіздерге осындай не беруші едім. Түріктерден көргенімді айтушы едім. Күнді таңертең 5 минут. Ежедневно напоминаю. Сол HR жұмысы деп сонда айтуға болады. Қазір HR деген модны ғой, мен ұлым жібердім ғой, жаңағы HR деген оқуға айттым ғой баған. Қай бизнес десең де қазір ана жолы бір кәсіпкер, жас кәсіпкер Алматыда ма, Қарағандыда ма, есімде жоқ. Вот қазір не ашуға болады, қазір түгелі бар ғой, түк жоқ дедім. Қалай түк жоқ? Түк жоқ дедім Қазақстанда бизнес әлі басталған жоқ дедім. Қай темаға кірсең де бірдеңені ашып істеуге болады дедім. Түгелін жеңіп шығуға болады. 300 кафе бар ма, 301-ші болып ашылуға болады. Бір көшеде 15 кафе тұр ма, 16-шы болып ашылуға болады. 10 дүкен тұр ма, 11-ші болып ашыла бер. Бірақ ең бастысы сен өзіңнің болашақ кафеңе, дүкеніңе УТП ойлап тап. Ол не УТП? Уникальное торговое предложение. Сен ана 10-нан қандай айырмашылығың бар? Сол кезде ойланып қалады түгел. Ал қандай болуы мүмкін, сен бірдеңе ашасың, қандай болуы мүмкін дегенде, сосын ойланып өздері жауапқа келеді. Может, сервисом брать? О! Сол себептен қарағанда қандай кафе алсаң да, егер супер сондай турецкий сервис қойсаң, бітті. Бүкіл адам сенікі. Бүкіл адам сенікі. Түгелін өлтіреді. Америкада мысалы үшін бір түрік, Курт вообще. Курт. Керемет байып кетті, қазір $3 миллиард бар. Өзі жай жүрген ғой, жай жұмыста андай Америкаға көшкен әйтеуір. Үлкен мемлекет, анау сандалып жүрген. Бір күні, әкесі қонаққа келеді. Әкесі кәрі енді, бірақ ненің ұстасы. Йогурт сондай, сүтші. Келеді, сосын олы астынан шығып, Американы кездіріп, қыдыртып сөйтіп, Америка деген осындай мемлекет баба, түгелі бар, не істерсің, хәпсі бар, анау-мынау деп әңгімесін беріп жүрді. Шал бүйтіп, немен шалға немене керек? Не баскребы, что ли, Нью-Йоркский, андайымда? Анда-мында жүрді, сенің Америкаң түгі ұнамады. Немен? Нормально, йогурт жоқ дейді ғой. Қалай йогурт жоқ, баба, ты чё, о чем ты тут? Ну-ка, поехали в маркет, Данон, Манон, анау-мынау, ананы шет, мынаны шет. А ол йогуртшы ғой, йогурт істейтін адам жаңағыдай, түркі йогурты деген енді песня ғой. Ананы түгел ұнамайды, левый түгел. Сол кезде анау ойланып қалады. Обана. Неге мен ойланбағанмын? Біздің Түркияда жақсы көретін, сол йогурт жоқ екен. Неге мен ойланбағанмын? Әкесі қайтады. Анау ойланып келеді де, зерте бүйтіп жүреді де. Сондай шешімге келеді. Чё мен осы йогурт шықсам, нетсем. Бір ескі заводты тауып алады. Кішкентай завод жабылып қалған. Соны сатып алуға мүмкіншілік пайда болады. Бір компания оны табады. Сосын әкесіне барады. Әке, мен осы йогурт шығарам деп ойладым. Ана жолы сен пікір бердің маған. Жақсы идея бердің. Басын көмектесіп жібересің бе? Тоқ дейді әкесі. Жарайды, бас жағын көмектесем, одан кейін бірақ миымды жемейді. Қайтадан әкесі келеді, йогурт жасайды. Бұл маркетинговый агентствоны заявка береді та, атын қояды, Чобани деп, жаңағы йогурттарға. Шопандікі, Чобани. Латын әрпіне келтіреді бүйтіп. Чобани деп қояды да, дизайн түгел істейді. Опять же, Қазақстанда оны істей алмайсың, бізде маркетинговый сондай профессиональный агентство жоқ. Немесе мынандай прайсты қойып, біз профиміз деп, сосын 6 ай жүреді, миыңды жеп, сосын шыққан нәрсесін қарайсың да, ойбай, мынаны екінші курстың студентімен бірге отырып өзім-ақ жасауға болушы еді деп көңілің қалады да, а олар түгел учитывает психология, адам, визуализация, цвет, анау, мынау деген түгел. Профи ғой, что там, профилардың мемлекеті ғой, Америка, поэтому ол бай. Сөйтіп, анда заказ бересің, бүйтесің дегенде сөйтіп істейді да, и жаңағы йогурттардың рекламный промоушн түгелін жасайды, грек йогурт деп шығарады, греческий деп. Өйткені турецкий дегенге аса ешкім қарамайды да, грек йогурт деп шығарады, греческий. Қасында ғой мен жерде. Кете бастайды, арзан қылып шығарады. А Данон ең бірінші Европада, Америкада йогурт шығарған негізі Данон. 1919 жылдан бастап шығара бастады. Түркі халықтардан ұрлап алды йогурт технологиясын негізі. Бірақ андай қылып шығарып бастады да, әу бастан олар йогурт деген қымбат өнім деп қойып қойды. Қымбат деп. Ел сөйтіп үйренген, и не все могли себе позволить йогурт деген. Европада, Германияның түгел. А бұл Түркияда сияқты арзан бағамен ұрып қойып қойды. Оббана, елге ұнады. Таза өнім былай. Сосын жаңағыдай презентация жиналыс өткізеді.
ақша жинайды, завод сатып алады, тағы да завод алады. Қазір 3 миллиард доллары бар. Американың байларының бірі. Әкесінен келген идея, мен оны хватился. Ұстап алды. Ауыл шаруашылық жағынан ақша табатын жер жоқ та, тема бізде. Риски, жауын, суы, картошка өспей қалады. Дегендей сондай нәрсе. Сиыр десең, шөп біздің жерлерде, әсіресе орталық Қазақстанда сирек өседі. 1 квадратный метрді шауып өткенде, сенде оны мен вице-министр сельского хозяйства айтқам. Чё вы, кішкене ренжіп даже айтқам. Чё вы тут сравниваете? Вот голландцы работают, казахи не работают, ырғи отыр да. Қазақтың жерінен 1 метр квадратты ал бейді. Е? Шөп қалай шығады? Міне, вспомните Сарыарқаны. Бұлай пучок, бұлай пучок, бұлай пучок. Аралары мындай расстояние. Мүрдем іштеген жоқ. Анау тырнау үшін келді, немен шөпті, косилкаң да. 1 метр квадратты мысал үшін шауып алды. Мындай пучоктардан, мынандай кучка шөп. Голландия или любая страна Европы дәл сол квадратный метр шауып алды, лай шықты. Өйткені оларда мындай жоқ. Оларда газонный сияқты бүйтіп өседі. Солтүстікті еще поэтому бізде фермалардың түгел тек қана солтүстікті и Шымкент жақтарда кішкене бар. Кішкене. Бірақ солтүстіктің жаңағы суығы сиырдың энергиясын жеп қояды да, страшно калориясын жеп қояды, уже энергии не хватает, жаңағы неге для выработки молока, поэтому біраз азайып қалады. И дәл сол сиыр Голландиядан олар сатып алады и мақтанады. Сауыр болсын, немене болсын. Бізде 7 тонна сүт береді мына сиыр жылына дейді. Сиырдың қуаттылығы солай салынады. Жылына қанша сүт береді? 7 тонна береді. Сол кезде сұрақ. А неге дәл осы сиырдың шешесі? Сен Европадан сатып алдың ғой. Европада тұрып 11 тонна берді. Қанша тонна жоғалтып жатыр? Вернее, 9 тонна. Европа 9 тонна береді. 11 тонна ол беретін Израиль. Там вообще мы жетпейтін нәрсе. Оған уже мен миым жетпейді, кешіріңіздер. Пустыня, тас, голландский сиыр, бірақ 11 тонна. Апельсин ғылым. Тек қана ғылым. Бізде ол жоқ, бірақ ауыл шаруашылық бизнес жасағымыз келеді. Ешкі сүті жер жоқ, ешкі сүтіне қалай қарайсыз? Өте жақсы қараймын. Біріншіден, бағана ғана мына жерде азаматпен талқыладық. 100 жыл бұрын еще Мағжан Жұмабаев солар жазып кеткен ғой, ешкінің сүтінің пайдасын бір. Екіншіден, бизнес планын жазып кеткен ғой. Бір сиыр ұстағаннан көрі 5 ешкіні ұстаған арзандау түседі. Өйткені ешкі өте аз тамақ жейді, сүті қымбат, сүті құнарлы, пайдалы дегенде сол. 100 жыл бұрын Мағжан Алаш ордашылар сондай қазаққа білімді көбірек бере-бере гүл көріп қалайық деген ғой. Енді соны айтып отырсам, бағана кім азамат айпатын алып шығып бүйтіп көрсетіп отыр. Соған ұқсас материалдарды Ахмет Байтұрсындар жазып кетті, ешкі туралы. Солардан мағлұмат алуға болады бір. Екіншіден, ешкінің сүті қымбат, 700 теңге тұрады ғой деймін литрі, неде? Базарда андай-мындай сатуға болады. Сосын жаңағыдай милхаусты мұн жақта біреу істейтін болса, жаңағыда біз шынның артында милхаус деген ірімшіктерді істейміз. 10 жыл бұрын мен картинка алдында шыққан ғой өзім. Аян түскен. Соны айтыр былтыр істедік қой. Сонда ешкінің сүтін сол жерге беруіңізге болады. Мысалы үшін 100% клиентіңіз болады ғой. Күніне 100 литр сонда сүт тапсыруға болады. 100 литр дегеніміз бір ешкі 5 литр берсе, 20 ешкінің жақсы 20 ешкінің сүті ғой. Күнделікті бітті. Гарантированный бітті ғой. Қолға алу керек. Біз Қарағандыда ондай алайын деп жатырмыз. Жаңа айтып отырмын ғой, балмұз проекті міне бір апта болды. Жұмысты бастады. Ендігі апта жаңағы десерт бағана айттым ғой, таңғы ас дайын деп бағана айттым ғой, балаларың естіген шығарсыңдар. Ол ендігі аптада ғана басталады. Ал менде уже жаңа проект туып жатыр. Қандай орман, қаланың шетінен жер қарадық. Кеше мына Хангелік деген жас жігіт мен қасыма алып келдім. Әйтеуір мен жаңа проектті саған түсіндірейін дедім. Қаланың шетінен прямо завод ештеңе жоқ жерде бір лесопосадка бар. Уже сол жерде үй салынбайды. Ең шетінен сол лесопосадканың дәл алдында, осы Астананың трассасында. Астанаға шығатын, заводтан кейін шығатын Шахтерский поселок деген бар ғой сол жерде. Ең шетінен үй сатып алсақ, үй салсақ, немесе участок сатып алып, немесе дайын үй. Қасында жерде жылқы, 2 үйір жылқы ұстасақ, бағатын жерін түгелін қарап қойсақ, сол жерде саумал, лечение, ем
прям в черте города. Ешкі ұстасақ, ешкінің сүтін жаңағы милхаусқа келсек, милхаус деген жаңағы өндіріс бар ғой бізде, шынның артындағы өндіріс дегендей. Сондай деп ойластырып жатырмыз. Енді жыл сол құрылысын бастайтын шығармыз. Биыл уже кеше да бардық. Кеше әлі күн жылы кезде қарап алайықшы деп сөйтіп бардық. Енді ойластырып жатырмыз, дәл қаланың қасында түнде жылқыны қалай бағады, түнде ол бағылу керек. Как положено болу керек, күндіз сауылу керек. Желі болу керек, жаңағы не навес болу керек, оның артында астында жылқы тұру керек, айғыр сыртта тұру керек күндіз дегендей. Сондай нәрселерді ойластырып жатырмыз. Сіз де ойланып көруге болады. Саумал лечение деген мода қазір и қаладан қалаға жақын жерде ол болу керек та, әр кетсе бір 5 километр жерде болу керек. Жаңағы қосшыңыз сіздің идеальный келіп тұр да, 5-10 километр деген. Жер жетпейді деп жаңа айттыңыз ғой. Қаршыққан кісілер көп болды, жаңағы ескерткен ешкі бар. Жоқ, ешкі керек, ешкі деген жақсы бизнес. Оның өте дұрыс. Жоқ, өте дұрыс бизнес қазір. Ел тыңдамай қой. Мен ақылшыларды бір кезде тыңдасам түк істемеуші едім вообще. Ана 200 вольт деген магазинді ашқан кезде квартираны сатып алып 99 жыл, 98 жыл. Массыз қарақшы ғой. 2 квартира сатып алдым. 2,5 мыңнан ба, 5 мыңға басқасын табар. 200 вольт деген магазинді ашам дедім. Сол кезде құрдастарым, достарым айтты, сен басың істей ме? Нормальный да магазинде кабель сатушы ме дейді. Выключатель сатушы ме еді, ол кімге керек? Нормальный, хотя бы линолеум, унитаз сондай бірдеңе салсашы деп құрдастарым мен боқтаған біраз. Құрдастықты пайдаланып. Соларды тыңдап күмәнға кірсем, жүруші едім. Көптің бірі болып жаңағы линолеум сатып, бүйтіп.